немереміздің тұсаукесерін шамаңыз қалама деймін. Наурыз мерекесі құтты болсын. 54-ші мектепке құт пен береке келсін. Әжесі Сәбира. Немеремнің тұсаукесерін Нұржамал әжемізге ұсынып тұрмыз, сол кісінің жолын берсін. Әріптестер, бұл енді көрініс болғаннан кейін осы жерге барлық ұжымды бүгінгі керемет мерекемен құттықтағым келіп тұр. Құтты болсын, денlerimiz сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай ақ дастарханымызда молшылық болып, әрқашан елімізде бейбітшілік заман болсын. Сіздердің рұқсаттарыңызбен кішкентай ханшайымның тұсауын кесуге рұқсат етіңіздер. Қазақ халқы тұсау кескен кезде 3 түрлі тәсілмен кескен екен. Бірінші ала жіппен кесуі, болашақта дәресте ешкімнің ала жібін аттамайтын ақ жүзді абыройлы азамат болсын деген ниет екен. Екінші көкшекпен кеседі екен, көкшекте ұрпағы көп болсын деп. Үшінші тоғышекпен кеседі екен, тоғышек сияқты. Тоғышек, малдың тоғышегі ғой, сол сияқты бақ дәулетті болсын деп. Қазақ ырым екен, ырымы қырып кетпеген. Яғни ырымның бәрі түпке тұсанамыз бар. Айнам көз қызымның тұсауын құшақпен кескелі тұрмын. Жаңа күреш әріптесіміз Батым айтып түсіндіріп өтті. Өйткені біздің қазақ халқының әрбір салт-дәстүрдің терең мән мағынасы тарихы бар. Қазір сол кішкене көрініске куә болыңыздар. Қаз балам, қанат батсаң мәз болам. Тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін. Қаз бола ғой қарағым, құтты болсын қадамың. Ал енді шашуымызды шашайық. Жаңа жылымыз наурыз мерекесі шашулы болсын. Айнамкөз қызымыз болашақта кім болады екен? Айнамкөзге кішкене сый сияпатым бар, рұқсат етіңіздер. Әлекі тұсаукесер рәсімінде сый сияпатты енесі ала келген екен. Тұсаукесерде орамал тон қоймайды жол болады деп Нұржамал әжемізге өзіміздің жолдауымыз бар. Сіздерге жауызды болсын. Біздің тұсаукесер рәсімінде жұлдыздың шашуы. Жұлдыздың біздің